Сәлем, менің есімім Марал. Бүгін мен сіздерге күнделік жазу туралы айтқым келіп тұр. Оны қалай жазуға болады, не толтырамын, не жазамын деп жүрген болатын болсаңыз, және де күнделікті алып қойып, мысалы бір новый блокнотыңыз бар қолыңызда, ручка бар, бірақ неден бастарыңызды білмей не жазсам, өзі жұрттар не жазады екен ішіне деп ойлап жүрген болсаңыз, онда бұл видео сізге арналады. Ең бірінші нәрсе күнделікті, мысалы мен қалай жазып бастадым, иә, сол туралы айтайын. Негізі мен күнделікті кішкентай кезімнен жазатынмын, бірақ менде бір детский травма деп айтайын ба, кішкентай кезімде күнделік жазған кезімде інім мен сестрам сол күнделікті оқып қойған болатын. Содан кейін менде күнделік жазуға ешқандай желанием болмайтын, мүлдем күнделік жазбағам. Сол ситуациядан кейін осы 2-3 жылдан бері қазір жазып бастап жүрмін, және де ол күнделікті негізі сізден басқа ешкім оқымайды, ешкімге қызық та емес. Ол кезде енді кішкентай бала болдық, ол кісілер де бала болды деген сияқты. Қазіргі өміріңізге ол күнделік деген енді өзіңіздің сырласыңыз, досыңыз сияқты өте керемет нәрсе. Оказывается, ғылыми зерттеулерде осы күнделікті жүргізген адамдарда психологиялық аурулар өте кездеспейді екен, яғни болмайды екен. Депрессия, стресс деген нәрселер аз екен. Себебі ол өзінің эмоциялық бір айта алмаған блоктарын осы күнделікке жазу арқылы шығарып отырады, денесін босатып отырады. Және де иммунитеттері өте жақсы болады екен. Негізі стресс, любой ауру осы иммунитетті әсер ететінін білеміз. Сондықтан күнделікті жазу сізге өте күшті пайда. Осы күнделікті жазып бастаған кезде ең бірінші біз қалай бастасақ болады. Мысалы, осы күнді жазсаңыз болады. Бүгін 12 наурыз. Осылай ауа райы қандай болып тұр, мысалы күн жарқырап шығып тұр. Мен өзімді осылай сезіндім, қазір осылай істеп отырмын деген сияқты ары қарай жазып уже бір бастасаңыз, ары қарай шыға береді деген сияқты. Және кейбір адамдар мысалы былай жазады күнделікті. Жоспар жазған жақсы көреді тізімге. Мысалы бүгін осылай мынаны жасаймын, контент түсірем, рилс салам, кітап оқимын осындай уақытта, встречаға барам, мына уақытта жұмысқа барам деген сияқты. Солай өздерінің күндерін пландап отырып жазып отырады. Оны соткаге, заметкеге жазып отыруға болады, не болмаса компьютерге де жазып отыруға болады. Кейбіреулер диктофонға, видеокамераға да жазғанды ұнататын адамдар бар. Мысалы теледидарда көресіз ғой, космонавттар сөйлеп күнделік жазғандарын, мысалы бүгін осындай күн, мен осындай сезімде тұрмын деген сияқты сондай видеоларды көрген болсаңыз, соларға қарап өзіңізде тұжырым, түсінік қалыптаса бастайды. Күнделік жазғанда мен мысалы жоспарлаған жақсы көремін. Күнімді, сағатымды, минутымды жоспарлаған жақсы көремін. Егер де мен жоспарламасам, дисциплина ұстамасам, онда хаос болады өмірімде. Ештеңеге үлгермеймін, просто жата берем, сосын шаршай берем ғой. Мен ана нәрселерді істеуім керек еді, ананы үйтуім керек еді, мынаны бүйтуім керек еді деген сияқты. Өз-өзімді болмаған нәрсені болдыртып, уже сол нәрсені істемесем де істеген сияқты болып денем уже сондай состояниеде болатындықтан мен осылай күнделікті жүргізу арқылы каждый жасаған іс-әрекетіме галочка қою арқылы мотивация пайда болады ары қарай, и дальше қадамым қандай болатынын білемін. Негізі көп ойланатын адамдарға күнделік міндетті түрде қажет. Себебі оның миында каша болып кетеді, и сол кашаны біртіндеп по полочкам шығару керек. И сол кезде сіз біраз нәрселерге жете аласыз. Күнделікті жүргізген кезде мысалы кейбір адамдар күнделікті не үшін керек, ондайға уақытым жоқ дейтін адамдар да кездеседі, бірақ күнделікті жүргізу сіздің өміріңізге керісінше уақытыңызды кетірмейді, наоборот, уақытыңызға береке алып келеді. Жазу арқылы сіз каждый қадамыңыздың қандай екенін біліп отырасыз, арманыңызға жететін жол картаны сызасыз осы күнделікті жазу арқылы. Түрлі өзіңіздің ішкі эмоцияларыңызды шығара аласыз. Мысалы, сіз біреуге ренжіген болсаңыз, сол ренжіген ситуацияны егер айта алмасаңыз, ішке сақтап қалсаңыз, көбінесе білемін мен келіндерде, сондай тұрмысқа шыққан қыздарда
енді шыққан қыздарда сондай сезімдер болады, айта алмайтын кездер болады мысалы да. Сол кезде осылай күнделікке жазу арқылы сіз сол ситуацияға сырттай көзқараспен қарай аласыз. Нені дұрыс істемегеніңізді көре аласыз объективді түрде. Ал егер де ол сіздің миыңызда болатын болса, сіз оны дұрыс түсіне алмай сол ситуацияны, просто сіздің миыңызды жей береді и кассета сияқты айнала береді. Ал егер де соны сыртқа шығарып тастасаңыз, мысалы жазу арқылы, сіз ол ситуацияны сырттай қарайсыз, вот мен мына жерде дұрыс істемеген екенмін, неге мен ол жерде олай ойладым, ол ондай емес еді ғой деген сияқты өзіңізде дұрыс түсінік қалыптаса бастайды. Келесі бір нәрсе, осы күнделікті жүргізген қыз келіншектерде, мысалы мен өзім күнделікті осылай жазып отырамын, толтырып отырамын. Мысалы бір күнде мен пландаймын, осындай уақытта осындай әр уақытын жоспарлаймын. Мысалы бір күнге контент планымды не жазатынымды жазып шығамын деген сияқты, қандай сөздер, сценарийімді жазамын. Және де мен күнделікті араластырып тастамаймын. Мысалы мынаған жаңағы күнімдегі жоспарлымды жазып отыратын болсам, мына күнделікте келесі күнделігімде мен өзімнің ішкі эмоцияларымды жазып отырамын, қандай сезімдер кештім, мені не ренжітті, не қуантты деген сияқты. Сол сезімдерімді шығарып отырамын. Ал келесі күнделігімде благодарность, шүкіршілік сондай жазып отырамын. Аллахқа шүкіршілік жазамын. Мысалы, Аллахым осындай нәрсе жаңа бергеніңе шүкір, осындай ситуация болғанына шүкір деген сияқты. Келесі күнделігім шүкіршілік деген сияқты. Солай әр күнделігімді солай бөліп тастағанды жақсы көремін. Каждый нәрсені бөлгенді жақсы көремін, жоспарды да, күнді де, сағатты да барлығын. Сол кезде миымда хаос болмайды. Сіздерге де осыны ұсынамын, пайдалы деп ойлаймын. Және күнделік бастай алмай жүрген жандар болатын болса, осы видеоны жіберіп қойсаңыз болады, және де сізге күнделік жүргізуге бір мотивация болды деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналымның дамуына үлес қосып кетіңіз. Келесі кездескенше